Арнау және оның түрлері. Айшықтаудың бір түрі арнау. Арнаудың түрлері жартылай арнау, сұрай арнау, зарлай арнау. Жарлай арнау ақынның жеке адамға емес, жалпы жұртқа жария кеңесуі. Мысалы, қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп еңбек ұрдың дейді. Бұл өлеңді жолдарында абай жалпы қалың елге, жалпы қазаққа, жалпы қайран жұртың деп жария кеңесіп отыр. Жария айтып отыр. Сұрай арнау. Ақын өз ойын сан салалы сауал арқылы айтып жеткізеді де, өзі сол сауалдарға жауап күтеді. Мысалы, ақ қағазды қаралап, қалам неге ойнайды? Ақын неге қайғырып, терең ойға бойлайды дейді. Бұл сұрай арнауда ақын өз ойында сауал қылып қойып отыр және сол сауалға жауап күтеді. Зарлай арнау мұң зар түрінде айтылатын өлең түрлері. Мысалы, әуелі бас қосқаным жағалбайлы, жылқысы көптігінен бағалмайды. Өлгені төлегеннің рас болса, құдайым қыз жібекті неге алмайды. Бұл қыз жібек жырындағы қыз жібектің айтқан зарлай арнау өлеңі. Алатауды айналсам, алғадайды табам ба, сарыарқаны шарласам, саңлағымды табам ба. Бұл өлең жолдарында Жамбыл баласы алғадайды зарлап, арнап, іздеп отыр. Бұл зарлау, арнау өлең болып саналады.